Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жеңіл, оңай, майонезсіз дайындалатын салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, құрамы да қолжетімді, және видеоның соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрамына қажет заттары: 1 қияр, 1 қызанақ, 2 мандарин сүйексіз, 50 грамм творожный сыр, 120 грамм тауықтың төс еті, 150 грамм салат жапырағы қажет. Ең алдымен тауықтың төс етін 4 бұрыштап кесеміз. Тауық етін қуырамыз. 1 ас қасық сұйық майды құйып, тауық етін жақсылап 15 минут қуырамыз. Тұз, бұрыш кішкене салып жіберіңіздер. Әбден жақсылап қызарғанша, піскенше қуырамыз. Қуырып дайын болды. Енді суығанша қияр мен қызанағымызды кесеміз. Қияр мен қызанағымыз кесіп дайын болған соң бір ыдысқа саламыз. Қуырып дайын тұрған тауық етін де саламыз. 2 мандаринді қабығынан аршып, бөлшектеп мандаринді де саламыз. Әсемдеу үшін 6-ын қалдырамыз. Салат жапырағын қолмен үземіз. Жарты шай қасық ас тұзы, 2 шай қасық оливка немесе күнбағыс майын қосамыз. Қолмен тұзды майы араласқанша жайлап араластырамыз. Қатты мыжбаңыздар, салат жапырағы езіліп суы шығып кетеді. Жаймен осылай араластырамыз. Енді тарелкемізге дайын болған, араластырып болған соң салатымызды әсемдеп саламыз. Бетіне 50 грамм творожный сырды қасықпен әсемдеп қойып шығамыз. Және 6 мандаринді қалдырдық, соны бетіне әсемдеп қойып шығамыз. Сол кезде салатымыз өте әсем, көркем болып көрінеді. Салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Диеталық салат десек те болады. Өте дәмді, керемет салат. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді ас болсын.